Сәлем достар, бүгін сіздермен осындай творожный печенье жасаймыз. Ең алдымен біз қамырын жасап аламыз. Қамырына ұн, разрыхлитель, тұз, сары май және қаймақ керек болады. Осының барлығын араластырып қамыр илеп аламыз. Илеп болған қамырымызды тоңазытқышқа 30 минутқа жібереміз. Енді салмасына кірісеміз. Салмасына бізге творог, шекер, жұмыртқаның сарысы және кукурузный крахмал керек болады. Осының барлығын блендермен езіп аламыз. Тоңазытқыштан қамырымызды шығарып, оны оқтаудың көмегімен жайып аламыз. Жайып болған соң, осылай домалақтап кесіп аламыз. Сонан соң барлығына салманы салып шығамыз. Видеода көрсетілгендей бүгіп аламыз. Барлығын бүгіп алдық, енді духовкаға 180 градусқа 20 минутқа жібереміз. Міне, біздің творожный печеньеларымыз дайын болды. Астарыңыз дәмді болсын. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Сау болыңыздар.